Саламатсыздар ма, менің сүйікті көрермендерім? Бүгін сіздерге ұшақ заттан тұратын осындай бауырдан котлет дайындаймын. Жұмсақ, жақсы болып шығады. Оған керекті заттарым: менде тартылған бауыр ет тартқыштан. Менде жуа мен картопты аршып дайындап алдым. Осыны енді үткіштен өткіземіз. Картоптың жуасын, сонда жақсы күшті дәмді бауыр котлет шығады. Оған бұрышын саламыз, тұзын саламыз. Кішкене сұйық май қосамыз, ұн қосамыз. Осылай картопымыз бен жуамызды әбден үткіштен тартып аламыз. 1-2 картоп, 1 жуа жеткілікті. Енді жуамды тартам үткіштен. Я болмаса ет тартқыштан, я блендермен өткізіп алуға болады жуа мен картопты. Мен үткіштен өткіздім. Осыларды енді араластырып аламыз әбден. Уақай бұрыш салдым, қара бұрыштан, уақ бұрыштан. 1 қасықтай тұз салдым, шай қасықпен. Енді тағы араластырып жібереміз. Енді осыған шай ішетін кесемен 1 кәседей сүт құямыз. Сорпа кәсенің жартысындай 100 грамдай ұн саламыз. Тағы араластырамыз кішкене. Сұйықтау болғасын, тағы да ұн салдым. Осы жерде 1 қасық сорпа қасықпен 1 қасық сұйық май қосамыз. Менікіде түспей қалған сұйық май қосқаным. Осы дайын тұр. Енді осыны табамызға майымызды құйып, қыздырып аламыз табамызды. Сосын осылай қасықпен құямыз. Осылай бәрін котлет қылып пісіріп аламыз. Міне менде піскен котлеттер осындай болып шығады. Екінші жағын аударыстырып, 2 жағын пісіріп аламыз. Сонда жұмсақ котлет шығады. Бауыр котлет. Екіншін аударыстырамыз бетін. Бес минутта дайын болатын бауыр котлет, ұшақ заттан тұратын. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Бір жасағаннан жақсы болып шығады. Не осындай бауыр шығады котлеті. Не арасы жұмсақ. Өз қалауларыңыз бойынша сәндеуге, соустармен жеуге болады.
Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар баршаға, рахмет.